755 мың тұрғын, 722 шаршы шақырым, 2 миллиард доллар. Бұл елорданың қазіргі халқы, жер көлемі һәм қазына мөлшері. Осы үш межеге қарабақ, Астананың шаһар ретінде қалыптасқан шарқын байқауға болады. Әлбетте, Астана әлі де дамиды. Ол әлде қашан елбасы бастамасынан өріс алған жалпы ұлттық идеяға айналды. Астана алып еліміздің дамуында авангард, ал жетістікке жетуінде алғашқы пионер болды. Бұдан артығын болжауды қиын еді. Ал болашақты сіз күтесіз, баянды болғанын қалайсыз. Бұл заңдылыққа біз де қарсы шықпаспыз. Бірақ қолда бар дерекпен батыл болжам негізінде 2030 жылға қарайға Астанаға саяхат жасауды ұсынамыз. Қала дамуының бас жоспарына сәйкес, ендігі басты нысандар 2015 жылға дейін салынып бітеді. Ал 2030 жылы қала құрылысы толығымен аяқталады деп кесіп пішілген. Ендеше көз айым болыңыз. Абу Даби Плаза. Бұл атақ әлемге мәшһүр Норман Фостердің туындысы. Бітімі бөлек кешен әрқилы биіктіктегі 5 ғимаратты біріктіреді. Абу Даби Плазаның ең биік мұнарасында 88 қабат болатынын ескерсеңіз, бұл ғимараттың биіктігі 382 метрге жетеді. Демек, бұл Қазақстандағы ғана емес, орталық Азиядағы ең биік ғимарат болады дегенді білдіреді. Ал әлем бойынша көк түреген үйлер арасында 14-ші орыннан көрінбек. 2015 жылдың маусымында бітуі тиіс кешенде не бар дегеннен көрі не жоқ деп сұраған дұрыс. 5300 көлікке арналған тұрақ, қос қонақ үй, 80 мың шаршы метрді алып жатқан офистер, 450 тұрғын пәтері, сауда орталығы, қысқы бақ тағысын тағы. Кешеннің тағы бір ерекшелігі ол Астананың халықаралық әуежайымен жеңіл рельсті трамвай жолы арқылы тікелей байланысады. Астанада Абу Даби Плазадай зәулім ғимараттар салу алдымен отандық құрылыс индустриясының даму деңгейіне меже болып табылады. Бұл салада бәсекеге қабілетті Қазақстан осы арқылы өз мүмкіндігін тағы да паш етеді. Астана халқы 2030 жылға қарай 1.500.000-нан асып түседі деген болжам бар. Демек, бұл демографиялық дүмпу қала үшін қатерсіз болу үшін көлік инфрақұрылымын қолға алу қажет. Бұл үшін Астанада жер астан өңгөп метро салмайды, монорельс те болмайды, ЖРТ-ге жүгінеді. Бұл дегенің жеңіл рельсті трамвай. Жалпы ұзақтығы 41,81 шақырым болатын жобаның алғашқы екі кезегі 2015 жылға қарай бітеді. Үшінші кезегі 2020 жылға қарай пайдалануға беріледі. Сонымен, ЖРТ-ның бірінші кезегі әуежай мен Абу Даби Плаза кешенінің арасын жалғайды. Екінші кезегі Абу Даби Плазадан теміржол вокзалына дейінгі аралықты қамтиды. Үшінші кезегі болса, теміржол вокзалы мен Абу Даби Плазаны байланыстырады. Осы бағыттарда жүретін Alstom компаниясының Citadis трамвайларының сыйымдылығы 258 адам. Бұл қарқынмен 2040 жылға қарай ЖРТ тәулігіне 434 мың адамды тасымалдай алады. Автомобиль жолы, әуе жолы, темір жолы, жолдың қайсысы болсын ел өмірінде стратегиялық маңызға ие. Астананы да Еуразиядағы ірі көліктік логистикалық хаб ретіндегі жарқын болашағы күтіп тұр. Бұл Астананың жаңа теміржол вокзалы. Петерборлық сәулетшілер теміржол айлағын алып параболалық арка түрінде суреттейді. Заманауи, қауіпсіз әрі кең вокзалға қажеттілік қашанда бар. Астананың оңтүстік шығыс бөлігінен орын тебетін вокзал алдымен теміржол торабының бас қақпасы, содан кейін барып сәулет туындысы. Параболалық арканың жабындысы кәдімгі киіз үйдің керегесін еске салады. Есілдің бойымен тек серуен кемесі ғана емес, пассажирлік кемелер де жүзе бастайды. Көлік саны көбейген сайын қала ішіндегі көшелер мен жолдарды кеңейту, қайта құрылымдау жұмыстары тоқтамақ емес. Мәселен, Қабанбай Батыр және Тұран даңғылдарын кесіп өтетін жерде Қорғалжың тас жолы енді осы даңғылдардың үстінен өтетін болады. Ал велобандардың жалпы ұзақтығы 74.011 метрге жетеді.
Елбасы Астана бұл менің төл перзентім деген сөзді жиі қайталайды. Шынында, тәуелсіз мемлекеттің жаңа астанасын қалыптастыру, тұңғыш президентіміздің мемлекетті одан әрі нығайту жөніндегі саяси стратегиясының жемісі. Астананың бас сәулетшісі атанған Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл еңбегіне халықтық баға беру үшін тұңғыш президент қоры мен кітапханасы сән түземек. Бұл кешеннің дизайнының негізіне Мебиус лента салынған. Адам таңғаларлық технологиялық кескін ғимарат енді әсем қаламыздың әшекейіне айналады. Болашақта Қабанбай Батыр даңғылының бойында спорт кешендеріне қарсы бетте жаңа қалалық саябаққа бара аласыз. Биылғы көктемгі сенбілік кезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл саябақтың атын Жетісу деп атауды ұсынған еді. Расында, президенттің өзі мақтанышпен жеткізгендей, жаңа саябақ көлемі мен сәулеті жөнінен әлемде теңдесі табылмайды. Ол Лондонның Гайд паркінен де үлкен болады. Біріншіден, 100 гектардан астам жерді алып жатса, екіншіден, мұндағы ботаникалық бақта әлемнің ну жыныстарынан, шөл тауларынан алуан өсімдік пен ағаш түрлері жиналады. Арнайы күн ағаштары жабық күмбездерге жарық беріп, жаңбыр суын жинап тұрады. Хан Шатырдың аквабағына тамсанып келгендер енді Астананың жаңа су бағын тамашалайтын болады. Қызықты декорациялар, алып су аттракциондары, жасанды сарқырамалар бәрі тек сіздің игілігіңіз үшін жұмыс істейді. Қуатты әскер, тұрақтылық пен қауіпсіздіктің қорғаны. Астанадағы әскери академияның еліміздің болашақ маршалдарын тәрбиелейтін орда болары анық. Ал жаңа неке сарайы астаналық жастардың асыл сезімін бақытты жанұяға жалғайтын орнын айналады. Биылғы экспо көрмесі Кореяның Йосу қаласында өткені белгілі. Қазақстан болса, 2017 жылы осы мәртебелі әлемдік көрмені өткізуге ниетті болып отыр. Бұған дейін мұндай көрмені қабылдау құқығына тек қуатты, дамыған мемлекеттер ғана ие болып келген. Қазақстанда экспо өткізуге өтініш беру арқылы өзінің осы қатарға қосылғанын айғақтайды. Ақырғы шешім 2012 жылдың желтоқсанында белгілі болады. Лайым таңдау бізге түсіп, қалауымыз болса 5 жылдан соң мынау алып көрме павильондарын аралай аласыз. Болашақ қуаты деген тақырыпқа бағышталатын көрме қаланың оңтүстік шығысындағы гольф клубы Шәмші Қалдаяқов көшесі К1 айналма жол аумағындағы 113 гектар жерге орналасатын болады. Көрменің 3 ай жұмысы кезінде экспо қалашық әлемнің 100-ден аса елінен келген 5 миллиондай адамды қабыл алуға дайын болу керек. Бұл әрине елорда мен еліміз үшін зор жауапкершілік жүгі. Ал 2020 жылға дейін 228 апаттық жағдайдағы және 152 әрқилы қабатты үйлерді ысырып, олардың орнына 79,9 мың шаршы метр кеңселер, 14,384 пәтер салынады. Мәселен, қазіргі әсем базарының маңайы мынадай кейіпке ие болады. Осы айтылған нысандар 2015 жылдың ар жақ бер жағында салынып бітуі тиіс. 2030 жылға қарайда Астана дамуын еш дамылдатпайды. Біздер, қазақстандықтар, Астананы асқақтату арқылы дүние жүзіне өзімізді келешегі кемел, әлеуеті қуатты мемлекет екенімізді таныттық деген етбірде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Осы сөздің ыңғайына салсақ, Астана әкімшілік басқарудан ғана емес, өндіріс саласынан да өнеге көрсету керек. Бұл мақсатта ұлттық ғарыш агенттігі шаһардың 30 гектар жеріне құрастыру сынақ кешенін салады. Мұнда француздық EATS Astrium компаниясының технологиясы бойынша жер серіктер құрастырыла бастайды. Осыған іргелес ғарыштық зерттеулер орталығының бой көтеріп қалуы да ғажап емес. Индустриалды парк аумағындағы жобалардан локомотив құрастыру және поликристалдық кремний заводтары һәм фармацевтикалық фабрика іске қосылады. 3D технологиялар орталығы болса, жобада тұрған кез келген завод я өндірістің көрінісін көз алдыңызға келтіріп береді. Келешекте де барша қазақтың мақтанышы, арқа тұтар айрықша қаласы болу үшін ерекше, бірегей, өзгеше ғимараттардың болғаны ләзім.
Мысалы, сәулетші Шоқан Матайбековтың слалом үй жобасы жүзеге асырылуы мүмкін. Шатырында шаңғы тепетін кешені бар үй туристерден бұрын астаналықтардың өзіне таптырмас орын болады. Астананың төрінде биіктігі 320 метрлік 75 қабатты бұлт үйдің қос мұнарасы бой көтереді. Бұл жоба өзінің қалықтаған бұлтқа ұқсас сәулетімен бірге үнемді технологияларды кеңінен қолдануымен ерекше. Сарыарқа төрінде ағылшын Норман Фостердің жобасымен Батығай жабық күмбезді қалашығы салынады. Бұл да Астананың бас жанашыры Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы болатын. Тек слонмен қапталған күмбездің орта шенінде мектеп, аурухана, спорт кешені секілді маңызды инфрақұрылым орналасса, оны қаумалай 10 мың адамға арналған тұрғын үйлер жайғасады. Қазақ елі монументінің тұсынан 1000 жылдық аллеясы ары қарай жалғасын табады. Мұнда да аллея 1000 жылдық тұрғын үй кешені мен сауда орталығынан басталып, әсем су бұрғақтар мен көгалдарды қоршай орналасқан тұрғын үйлерге кезек береді. Болашақта мәңгілік ел салтанат аркасын айнала классикалық стильдегі 7 қабатты сәулет кешендері орын тебетін болады. Аркасымен ғана емес, Орынбор көшесі үйлесімді сәулет ансамбль арқылы қаланың ең сәнді бөлігіне айналады. Мемлекет басшысының бастамасымен қаланы арқаның аңызақ желімен сұрапыл дауылдарынан қорғау үшін жыл сайын 5000 гектар жерге ағаш отырғызылып, жасыл белдеу жасалынды. Халық арасында президент орманы аталып кеткен бұл жасыл белдеу бүгінде 50 000 гектар алқапты алып жатыр. Ал 2030 жылға қарай бұл белдеу ішінде қоян, түлкі, қарсақ, елік сияқты аңдары, жүздеген құстары болатын сыңсыған орманға айналады. Астана орманы Бурабай өңіріндегі қалың табиғи орманмен қосылуы керек. Ақмола облысындағы үлкен орманға екеуін қоссақ, өзі соның кен ұрықтанып өсе береді. Соның бәрі орман болып кетсін дегенім ғой. Әл-Фараби бабамыз бұдан 1000 жыл бұрын «Ізгі қала тұрғындар» атты трактат жазған еді. Қаланың ізгілігі дегеніміз, ол сіз бен біздің жайлы өміріміз, игілігіміз. Игілігіміз үшін істелініп жатқан жақсылықтың бәрі жиналған қала бір болса, Астана болары анық секілді. Алыс болашақта Астана тұрмысқа ыңғайлылығы жағынан тағы қалай өзгеруі мүмкін? Қуат үнемдеу мақсатында кейбір үйлердің шатыры фотоволтаикалық күн панельдерімен қапталады. Тәжірибе түрінде біраз ғимараттың сыртқы панельдеріне титан диоксидін бүркуі де ғажап емес. Бұл жабынды ультракүлгін сәулесі арқылы ауадағы ауыр бөлшектермен әрекеттесіп, оны тазартуға септеседі. Ал плексигластан жасалған күмбездер күн қуатын жинастыруға мүмкіндік береді. Инновациялық технология. Әрбір үй, әрбір астаналық заманауи ноу-хауларды емін-еркін қолдануға мүмкіндік алады. Ақылды қала концепциясы бойынша такси шақыру, тамаққа тапсырыс беру әр адамның электронды картасы негізінде жүзеге асады. Астана осынау 14 жылдың ішінде әлемге танылды және елімізді әлемге танытты. Астана ең алдымен елбасымыздың ерен еңбегі, Қазақстанның жаңа тарихының шынайы бейнесі. Алғашында бұрқасын боранда, аптап ыстықта, саз батпақтың үстінде қала салу фантастика саналатын. Бір ғасырда 3 рет ауысқан Астананы тағы да ауыстыру, егемендікті жаңалап, еш жимай тұрып арқаға көшу, біреулер үшін аңыз әңгімедей көрінгені сондықтан. Ал қазір жаңа елорданың болашағына қысқа мерзімде осыншама ілгерілеу мүмкіндігіне күмән келтірген пікір толық жеңіліс тапты. Сөйтіп, апайтөс далада 1000 түрлі бояумен көмкерілген Астана әлем қаласы атанып, көркімен де, көлемімен де, келбетімен де төрткүл дүниені мойындатты. Футурологиялық сапар бұл құрғақ қиял, дәйексіз болжам емес. Астананың 14 жылда осыншалықты дамығанын ескерсек, алдағы 18 жылда да жоғарыда сөз еткен жобалардың артығымен жүзеге асырылатынына ешқандай күмән жоқ сияқты.